Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен омыртқаға қалай қамқорлық жасаймыз сабағының екінші ең қызық тәжірибелі бөліміне келдік. Сіздер білесіздер, бұған дейін Instagram парақшамда мен сіздермен қай уақытта арқаңыз, беліңіз мазалайды деген сауалнама жүргізген болатынмын. Сол сауалнаманың ең жиі кездескен жауаптары ұзақ отырғанда, ұзақ тұрғанда, баланы көтергенде, жүктілік кезінде, түзу еденде жатқанда, қамыр жайғанда оған мен жауап берген болатынмын. Және де еңкейіп бір істерді атқарған кезде. Бұйырса, бүгін осы сабақта айтылған шағымдарды талдауға тырысамыз. Ендеше кеттік. Қыздар, жоғарыда айтылған барлық шағымдардың бір ғана ортақ проблемасы бар. Ол омыртқа жотасының иілімінің бұзылысы. Оны не кеңеске алу үшін алдыңғы сабақты көрсеңіз болады. Иілімнің маңыздылығы неде? Сақталған иілімдер ғана бізге түзу арқаны, түзу омыртқаны бере алады. Яғни, қай уақытта лордоз немесе кифоз өзінің физиологиялық қалпын бұзады, сол кезде омыртқа өзінің түзулігін жоғалтады екен. Осы кезден бастап барлық проблемалар орын алады. Ол біз күнделікті мән бермей жасап жүрген проблемаларымыз. Біз қалай жүреміз, қалай отырамыз? Мойын алға шығып кеткен, арқа бүкір, ішіміз алда қам. Гиперлордоз, жамбасты артқа беріп жүреміз. Біздің осылай ұзақ жүргеніміз соншалықты, қыздар, ағзамыз соған бейімделіп дұрыс қалыпты ұмытып қалған. Біздің мақсатымыз еңсемізді дұрыс ұстап, омыртқа жотасын түзу қылып, ағзамызға үйретіп, өмір бақи солай орнату. Бұйырса. Ал қазір сіздермен жалпы денені, еңсені қалай түзу ұстаймыз деген сұраққа жауап алу үшін бір тест орындайық. Сонымен түзу еңсе қандай болады? Тестімізді бастаймыз. Қабырғаға 5 нүктемізбен тығыз жанасамыз. Шүйде, жауырын, жамбас, балтыр және табандарымыз. Ескерту, қыздар, андай томпиғандар болмау керек. Ең жақсы шкафтар жақсы келеді бұл тестке. 1 минут бойы тұрамыз. Осы уақыт аралығында ағзамыз осы қалыпты сақтап қалады. Және де біздің еңсеміз, денеміз үшін ең дұрыс, ең түзу қалып осы. 1 минут өтті делік. Осылайша, қыздар, біз жүру керекпіз, тұру керекпіз, отыру керекпіз және де еңкею керекпіз. Алғашқы кездері бұл қалыпты сақтап қалу үшін біраз бақылау қажет және де жөндеулер керек болады. Бірақ еңбектенсеңіз, көп ұзамай еңбегіңіздің нәтижесін көресіз. Демек, қыздар, үй шаруасында қандай іс атқарсақ та барынша біз омыртқамызды түзу ұстап қалуға тырысу керекпіз. Ендеше кеттік тәжірибелі бөлімге кірісейік.